Сәлем достар, ойлан тап квиз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сен қайсысын таңдайсың ойынын ойнайтын боламыз. Жалпы 20 сұрақ беріледі. Ойлануға 5 секунд уақыт. Ал ендеше бастайық. Бірінші сұрақ: балды таңдайсың ба, әлде малина қосылған тосапты таңдайсың ба? Келесі: пирожкиді таңдайсың ба, әлде сыр қосылған самсаны таңдайсың ба? Тәп-тәтті шырынды таңдайсың ба, әлде айранды таңдайсың ба? Келесі: суши немесе помидор қосылған пицца, яғни маргарита. Шаурма немесе лаваш, қайсысы? Шашлык немесе диетический салат, қайсысын таңдаған келеді? Соны жаза кет. Қызылша салаты ма пайдалы, әлде пайдалы жеміс салаты ма? Қайсысы ұнайды? Банан немесе апельсин? Бананды жақсы көретіндер бар ма? Келесі: сникерс немесе дубайский шоколад? Дубайский шоколадты ұнатқандар бар ма арамызда? Киндер сюрприз немесе тәп-тәтті барни қонжығы? Панкейк пе, әлде жұп-жұқа блинчиктер ма? Қанды көбейтуге арналған анар шырыны ма, әлде өте пайдалы алма шырыны ма? Қайсысын таңдайсың? Тәп-тәтті пончиктер ма, әлде кекс па? Омлет немесе пашот, қайсысы ұнайды? Таңдауында тезірек жаса. Қауын немесе қарбыз, қайсысында ма ұнайды? Вафли ма, әлде француздардың керемет жақсы көретін круассаны ма? Латте кофесі немесе қою қара шай, қайсысы? Ыстық шоколад па, әлде ыстық какао ма? Таңдауында жаза кет. Буханка немесе сарымсақты нан? Бутерброд немесе лаваш, қайсысы ұнайды? Овсяная каша немесе рисовая каша? Таңғы асқа каша жегінді ұнататындар бар ма? Кока-кола немесе спрайт, қайсысы ұнайды? Қайсысының дәмі жақсы деп ойлайсыз? Чупа-чупс немесе сағыз? Мармелад па, әлде салқын балмұздақ па? Келесі: пирог па, әлде пирожныйлар ма? Қайсысы ұнайды? Колбаса немесе таңғы асқа қуырып жейтін сосиска? Спагетти немесе ламан? Екеуі екі түрлі кухняның тамағы. Манты немесе пельмень, қайсысы ұнамды? Шай мускат немесе чикен, қайсысын қалайсыз? Палау немесе борщ? Түрік тәттісі пахлава немесе зефир? Осымен достар, ойынымыз аяқталды. Ойын сіздерге ұнады деген үміттемін. Ойын ұнаса лайк басып, колокольчикті баса кетіңіз және
комментарийде өзіңіздің пікіріңізді білдіріңіз. Сонымен қатар каналға жазылуды ұмытпаңыз. Тезірек 1000 подписчикке жетуге маған көмектесіңізші. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.